Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгін сіздермен 14-ші топтың екінші бейметалын қарастыратын боламыз. Осы 14-ші топқа жататын, яғни ол кремний. Ең бірінші кремнийдің периодтық жүйедегі орнын қарастырайық. Яғни кремний ол үшінші периодта 14-ші топта орналасқан, атомдық номері 14 және салыстырмалық атомдық массасы 28. Енді осы кремнийдің атом құрылысына келетін болсақ, ода 14 протон, 14 электрон және 14 нейтрон бар. Электрондық конфигурациясы 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 және 3p2. Сыртқы қабатында 4 валентті электрон бар. Өздеріңіз қарасаңыздар, бұл жерде бірінші энергетикалық деңгейде 2 электрон, екінші энергетикалық деңгейде 8 электрон және ең соңғы үшінші энергетикалық деңгейде 4 электрон орналасқан көресіздер. Кеңістікте кремний атомдары кристалдық тор түзеді. Оның құрылымы алмасқа ұқсас кеңістік тор болып табылады. Бұл құрылым, яғни кремнийдің беріктілік береді. Жалпы кремнийдің 3 изотопы бар, яғни кремний 28, кремний 29 және кремний 30. Ең көп таралғаны кремний 28. Кремнийдің ашылу тарихына келетін болса, оны 1823 жылы швед химигі Джонс Джосеп Берзелиус алғаш рет таза күйінде алған болатын. Табиғатта кремний бос күйінде кездеспейді. Ол көбінесе минералдардың құрамында болады. Мысалы, кварцтың құрамында, құмның құрамында, графиттің құрамында, силикаттардың құрамында. Жер қыртысының шамамен 27% кремний қосылыстарынан тұрады. Енді кремнийдің алыну жолына келетін болсақ, ол кремний диоксидін көмірмен тұтықстандыру арқылы алынады. Бұл жерде реакциясы берілген. Бұл реакция электр пештерінде жүргізіледі. Кремний жалпы ол сұры түсті қатты зат, сынғыш, металдық жылтыры бар, жартылай өткізгіш. Сонымен қатар оның химиялық қасиеттеріне келетін болсақ, ол бүкіл бейметалдар сияқты оттекпен әрекет етеді. Сонымен қатар металдармен әрекет етеді және хлормен де әрекеттесіп кремний хлоридін түзеді. Енді қосылыстарына келетін болсақ, ең бірінші ол кремний диоксиді, кремний O2, яғни табиғатта кварц құмның құрам түрінде болады. Яғни кремний сонымен қатар тағы кремний қышқылын түзеді, яғни формуласы беріліп тұр. Бұл әлсіз қышқыл. Сонымен қатар кремнийдің, яғни олар кремний қышқылының тұздарын силикаттар деп атайды. Оған мысалы натрий силикаты, кальций силикатын жатқызсақ болады. Жалпы кремнийдің қолдануына келетін болсақ, ол электроникада, осы компьютерлердің микросхемаларының транзисторлар ретінде қолданылады және күн панельдерінде кремний қолданылады. Құрылыста, цемент, шыны жасауда өте маңызды кремнийдің рөлі. Өнеркәсіпте, керамикада осы кремнийді қолданылады. Жалпы кремний компьютердің технологиясы негізгі материал, құмның негізгі құрамдас бөлігі кремний диоксиді, күн батареялары кремнийден жасалынады. Зертханада кремниймен жұмыс жасаған кезде қорғаныс құралдарын қолдану қажет, химиялық реакцияларды абайлап жүргізу керек және зертхананың қауіпсіздігін сақтау керек. Енді кремнийдің болашағы маңызды рөл атқарады. Ол себебі микроэлектроникада, күн энергетикасында, нанотехнологияларда және жаңа материалдар өндірісінде қолданылады. Бүгінгі сабақта туралы сұрақтарыңыз болса, төменде жазып өтіңіздер және тест тапсырмаларды орындауды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.